Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге қазақтың үш биі тақырыбын барлық тапсырмаларын жауаптарымен шығарамыз. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бірінші тапсырма сурет бойынша әңгіме құрап айтып беру керек. Қазақ билері ерте заманда осы күнгі соттың да тергеушінің да қызметін атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөздерімен небір шытырман даулы мәселелердің дұрыс шешімін тауып отырған. Қазақ билері әділ және елге сыйлы болуға тиісті болатын. Өз әділдігімен елге танымал болған қазақтың атақты билері Төле, Қазбек, Әйтеке би. Жылдарын жазу міндеті емес, қазақ халқының бұл билері елді үш жүздің бірлігін сақтаған деуге болады. Төртінші тапсырмада мәтін Төле би туралы айтылған. Қазақ халқының мемлекет қайраткері, атақты шешен Төле би ол ұлы жүздің биі. Жамбыл облысынан Шу ауданында өмірге келген. 15 жасынан бастап билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танымал болған. Ол Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек батырлармен халық майданын құрып, қазақ жерін басқыншылардан азат етуге өте үлкен күш жұмсаған деп айтсаңыздар болады. Бесінші тапсырмада жинақы мәтін құрау керек. Ол да бағанағы біз жазған мәтінге ұқсас етіп жазсаңыздар болады. Алтыншы тапсырмада мәтін мазмұнына сәйкес сөйлемдерді ретімен құрастырасыз. Бір ол 4, үшін 1, 5, 3, 4, бесіншісі, 5, екіншісі. Осылай сәйкестендіресіздер. Яғни сөйлемді оқи отырсаңыздар, қандай цифр екенін түсінесіздер деп ойлаймын. Жетінші тапсырмада өлеңді көшіріп жазасыздар. Бұндағы көтерілген мәселені болжау керек. Бұнда көтерілген мәселе дүниеде не қымбат екенін анықтау. Яғни бұл өмірде адамға ең маңызды не, ең бағалы не, соны анықтау керек. Сегізінші тапсырмада би сөзіне қатысты қасиетті топтастырып ассоциограмма жазу керек. Ортасына би деп стрелкамен бидің қасиеттері батыл, әділ, шыншыл, тапқыр, шешен, ойлы, жүйрік деген сияқты, төреші деген сияқты бірнеше сөздерді айтсақ болады. Келесі тапсырма бойынша мына сөздерді біріктіру керек. Ол Қазбек бидің сөзі. Біз қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз, елімізден құт-береке қашпасын деп, жерімізді ешбір жау баспасын деп, найзаға үкі таққан еліміз деп осылай біріктіресіздер. Келесі тапсырмада Астана қаласында қазақтың үш биінің құрметіне ескерткіш орнатылған. Ескерткіш алдында тұрып, бабалар аманатына адал елдің ұрпағы екендігіңді ой-қиялыңмен қалай жеткізер едің, монолог құрастырыңдар дейді. Бұл еш жерден көшірілмеген, дәл осыны көшірсеңіздер немесе осыны қысқартсаңыздар болады. Астана қаласындағы үш би ескерткішінің алдында тұрып, мен бабалар алдына адал болуға деген сертімді терең сезінемін. Төле, Қазбек, Әйтеке би халқымыздың әділдігі мен бірлігін сақтаған ұлы тұлғалар. Олар бізге тек заң мен тәртіпті емес, ұлттың болашағы үшін бірге болудың маңыздылығын үйретті. Төле би халықтың жағдайын ойлап, әділетті шешімдер қабылдады. Ал Қазбек би елді бірлікке шақырды. Әйтеке би болса ақылмен шешім шығарып, әділдікті жоғары қойды. Олардың мұралары бүгінде өзекті, себебі қазіргі қоғамда әділдік пен ынтымаққа мұқтажбыз. Осы ескерткіштердің алдында мен өзімнің міндетімді түсінем. Бабаларымыздың жолымен жүріп, ұрпақтан ұрпаққа әділдік пен бейбітшілік қалдыру. Бұл ұлы тұлғалардың ескерткіштері тек тарихтың айғағы емес, сонымен қатар әрқайсымыздың үлкен жауапкершілігімізді жүктейді деп жалпы осылай жазсаңыздар болады. Балалар, осымен бүгінгі тақырыбымыз осымен тәмам. Видеоны міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.